достар, менің есімім Ерлан, графика дизайнермін. Бүгін біз Photoshop'та класс морфизм эффект жасау жолын үйренетін боламыз. Ол үшін Photoshop'қа кірейік. Photoshop'қа кірген соң біз өзімізге жаңа документ ашып аламыз. Көлемі мынандай, өзіңізге керек болған көлемді қойып аласыз. Және создавать дейміз. Суретіңізді алып келіп Photoshop'қа лақтырасыз. Мына слойды біз өшіре салайық, бізге керегі жоқ қазір. Және де атын өзіңізге түсінікті болсын, мысалы оригинал деп жазып алатын болдық. Келесі осы слойдың дупликатын жасаймыз. Ctrl-J-ді басып. Оның атын екі рет бассаңыз, үстінен ауыстырғы болады. Оның атын біз blur деп қояйық, яғни размытие. Келесі біз формамызды әкелеміз. Мысалы текст жазайық мына жерге. Ортасына әкеліп алайық. Сізден форманың неғұрлым қалың болған жақсы, өйткені мына артық размытияның көрінуі осы қалың формаға байланысты. Енді мына слойды үстіне шығарып, қайта қосып, екеуінің ортасына апарсаңыз, альтты басып тұрып, сізден андай икон шығады, үстінен басасыз. Бізде қазір ештеңе өзгерген жоқ, себебі біз әлі эффектіні қолданбадық мына слойға. Ол үшін фильтрге кіреміз, блюрға кіреміз и размытие по Гауссу, Gaussian блюрға кіреміз. Вот сізде уже формасы келіп бастады. Және де мына оқылмайтын жерлерді көрсету үшін біз контур создавать етеміз. Размер 1, по центру тұра берсін, ортасынаға. Сізде ауысатын жер, мына жер ауыстырасыз. Color'дан градиентке ауыстырып, картасына кіріп, екі жақтағы түсті де ақ қып ауыстырып аласыз. Үстіне бассаңыз цвет ауысатын болады. Және де оның үстіндегілер, олар көріну-көрінбеуіне жауап береді. Прозрачность. Мысалы, біреуін 40-қа қоямыз, мынаусын сәл төменірек қоямыз. Және де окейді басып, келесі біз контурын көрсетіп алғаннан кейін сәл жарық береміз. Яғни inner glow'ды басамыз. Inner glow'ды басқасаңыз, байқасаңыз, мынақта өзгеріс 15-тен сәл 10-ға түсірейік. Қатты болып кетті. Және окейді басамыз. Болды, осымен сіз өзіңізге класс морфизм эффектісін шығарып аласыз. Бұл жолдың маған ұнайтын себебі, мына бізде әлі текст. Бұл жерде қате кеткен болса, қайтадан жазып алсаңыз болады. Мысалы, цвет нені ауыстырайық текстті. Осылай текстті ауыстыра бересіз. Және де бұл текст қандай емес, бұл жерге сіз басқа да формаларды қолдана білсеңіз болады. Яғни бір форманы сызып алып, оның филді береміз, және де строгын алып тастасақ болады. Енді келесі, мынада қолданған эффекттеріміз, жаңағы строг бар, внутреннее свечение бар. Оны ұстап алып, эффекттің үстінен басып тұрып, мына сызылған біздің слойдың үстіне апарып тастаймыз. Сонда біздің мынауымыз аяқтағы ауысатына жаққа қарай. Келесі, бізде қазір маска болып тұр, соны шығарып алып, альтты басып тұрып арасына. Мынаны жаңағы төбедегі слойды, блюрді. Мына форманың үстінен басып тұрып, альтты басып, және де клик мышканың сол жағымен. Сізде уже формасы шыға бастайды. Өзіңіздің қалаған орныңызға қойып алсаңыз болады. Кез келген көлемді берсеңіз болады.
міне осындай оңай жолмен сіз гласморфизмді шығара аласыз. Достар, егер видео пайдалы болса, нені басу керек екенін білесіздер. Сіз үшін жеңіл болғанмен, мен үшін үлкен қолдау. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комменттерге жазыңыздар. Қуана оқимын. Келесі видеода жолыққанша